Баламды 10-нан 20 минут өткенде есіктің алдына шығарып, өзім шығарып салдым. Бетінен ең соңғы рет сүйіп, ұлым шығарып салдым. Бар көркем. Қой десем қоймады, бармай қойшы дегенімде өкініш, бұл өкініш дейді бұның атын. Блокнотты ашым, 3 январ 2001 жыл. Тұр аны жерде. 3 январдан басталған календар кәдімгі жазып тастаған. Екі жағынан бір екеуі келді дағыны Бекзатты екі қолтығынан сүйреді да алды да кетті дейді. Біз Бекзаттың шаңырағында сол күллі қазаққа белгілі 20 жасында жалындай жарқыраған, алтын тағып қазаққа бүкіл әлемді танытқан тәуелсіз елімізді. Бекзат бауырымыздың, замандасымыздың үйінде отырмыз, ағамыздың деп айтсақ ешқандай сөкеттік жоқ. Міне Бекзатты өмірге алып келген Алланың қалауымен алтын құрсақты апамыз, анамыз алдымызда отыр. 4 сәуір бүкіл қазаққа белгілі ол күн Бекзаттың туған күні. Енді Сыргүл апа, жалпы Бекзат өмірге келгеннен кейін қандай бала болды? Иә, ол рас. Бекзат бір ерекше жаратылған жігіт негізі. Қыз сияқты болатын, өзі қыздарға ұқсаған аппақ, сұлу, қасы көзі қап-қара болатын. Содан енді әлжуаздау дейтінім, ол туылғанда кәдімгі данышын жақсы бала болып туылған. Енді өсе келе әйтеуір сол айта жүрсін деп солай еттіме деп ойлаймын. Жәлдегі бір тілшілерге көрсетіп жатқанда жәлдегі бір документальный фильм түсірген, ұмытып отыр, мен сонда айтқан, сол тілші айтады, Бекзатқа ең бірінші анасы өмір беріп, екінші рет жаңалдегі өмірін сақтап қалған, енді 3-ші рет Алла тағалам өзі керек етіп алып кетті деген жері бар. Соғысап әлжуаздау деген кішкентай кезінде естен кетпейтіндей болып бір ауырып қалған күндері бар. Содан мен оны әлжуаздау ерекше қараймын. Өзі де бір ерекше қарайтын ол болып өсті. Одан сол бір есі садикті ғой, енді біз 1 жаста садикке береміз балаларды. Сол уақытына ол ерекшеленді балалардан. Өз алдында өзінің бір несіменен садикті бәрі жақсы көреді, орысша тілді жаттап бәрінен бұрын біліп алды тіптей күнінен. Ол уақытта енді орысша тіл дейтін едік қой, енді қызық көретін тұғымыз, тіл білу керек болатын. Сөйтіп келіп, сосын оны қысша әлжуаз дейтінім, гүлге түрбөтен құмар болатын балам. Осы көшеде кетіп бере жатса, ол уақытта бізде орыс халқы көбірек тұратынбыз. Анандай көшелердің сыртында забор дейміз ғой, гүлдер өсіп тұрады, неше түрлі өсіріп қояды, соны кетіп барасың. Ана өсіп тұрған гүлден алып бермесең жүрмейді анау. Сондай бір, сосын мен қыз сияқты әлжуаз дейтін. Сөйтіп өсті ғой енді балам. 6 айлығында ауырып қалды. 1 апта жәлдегі ес-түссіз жатты бала. Шокта жатты ғой енді. 1 апта сол уақытта бір кор шыққан. Бұл кордың неше түрлісі бола береді. Соның бір басқа бізде жоқ бір вирусы келіп, сол жылы көптеген балдар соның құрбаны болып кетті. Сол жылдағы балалардың бәрі. Бірақ Бекзат сол 6 күн жатып, 7-ші күні жәлдегі Алла тағалам саған өмір беріп, мен ойлаймын сол уақытта 2-ші кезең өміріне 20 жыл ғұмыр беріп Бекзатқа тастап кеткен екен ғой, осындай болып өссінші, елін қуантысыншы деп беріп кеткен екен деп өзім айтып отырам негізі. Сол 6 айында қалған ол. Сонда күнде педиатр келеді, үйге кеп көріп кетеді, өзіміздің жолдастарымыз. Папасын айтады екен, әй ол бүгіннен қалмайды уже. Іші жабысып қалды ғой, ішегі деп 6-шы күні кешке жақын кеп кеткен. Сөйтіп түнде далаға екеуі шығып кетті папасымен, сонда ол кісіге сөйтіп айтқан екен. Сөйтіп, жоқ, мен оны үйтпеймін, ол егер тамақ ішпесе енді іші жабысып қалады ғой, ішегі, ол ақиқат. Мен оған жәлдегі емшектің үстін сауып алам.
сөйтем да кішкентай неменен скальпель дейміз ғой медицинада, сонымен тілім басып тұрып ана сосканы аузына салам, онда шарт рефлекс бар, емшек соратын ана нені ем балат берген нәрсені, одан қайтып жатып қалады, ұйықтап қалады. Жоқ, болды, өмір жоқ онда, бірақ демалып атады, дыханиясы бар. Одан бір мезгілінде әр 3 сағат сайын бір мезгілінде глюкоза берем 5%, жасап оны қолдан, сөйтіп соны берем. Сөйтіп соны ішкізіп отырдым ғой мен ол балаға. Кейін маған таң қалды ғой жаңағыдай докторларымыз. Ойбай, сен диссертация қорғауың керек қой деп күліп бәрі мазақ етіп маған қайтып бұны өмірге қайтардың деп. Сөйтіп өмірге қайтып қайтқан бала, Алла ғұмыр беріп. Атын кім қойды Бекзаттың атын? Бекзаттың атын папасы қойған. Негізі балдардың атының бәрін әкесі қойған балаларға. Жәлдегі наның атын Бекзат деп қояйық, бұл баланың атын. Алдында Құдай қаласа 3 ағасы бар. Сол 3 ағасына сүйеліп, жайқалып, Бекзададай болып өссінші, қандай деп Қанзада болсын, Бекзада болсын, Бекзат болсын деп атын өзі қойып, құлағына шақыратын балаларға айтып, сен Бекзатсың, Бекзатсың деп Бекзат қойған әкесі. Жалпы бала Бекзаттың жаңа айттық қой, 6 айлығында ауырғанын, кішкентай кезінде өзі бала Бекзат қалай болды? Басқа балаларда айырмашылық болды ма, тентек болды ма, болмаса? Енді анша тентек болды деп айта алмаймын. Негізі балдар бірақ ағаларына қатты еркелейтін, жәдегі сол айтқаны болуы керек болатын, бір беткей болып өсті. Сосын ана бір өтірік айта салу, бір керек емес, бұзықтық, балаларға қажетсіз дүниелерді істеу деген болмады ол балада. Мен жәдегі өзгеше дейтінім сол, керекті ғана нәрселерді істейді. Енді мен сізге айтайын, ол кішкентайынан жәдегі сол 4-5 жасар кезінен ақ өзі бір елгезек, бір сондай біреуге жаны ашып тұратын бала болып өсті деп ойлаймын. Сонда небәрі 4-5 жасар бала ғой енді. Кейде мен жұмыстан шаршап келем ғой, үйде дәрі болады, біз неде істейміз, больницада әкеп қоямын, андай мындай дәрілер. Сонда оның керемет болып өсіп, андай дегенім жүгіріп жүреді. Ана мен де кішкентай бетіп келгенімді біліп қояды менің де. Мама, не болды сізге, басыңыз ауырып қалды ма? Шай қойып берейін ба? Ана дәрі, мынандай қандай дәріден берейін? Атын айтыңызшы маған, кішкентай ғой әлі. Енді подгруппада жүрген уақытсы, сонда әрі анандай бетіп, толқым ана дәрінді оқи алмайды ғой ол бала да. Сөйтіп жүгіріп жүреді, маған шай қойып берейін ба деп, бір өзі ерекше да, ерекше қыз сияқты дейтінім сол да ол баланы. Бір бауырма болып өсті. Мен оның негізі боксер шығады екен деп кейінде де ойламаған мен одан. Ол үлкейгенге дейін сол 15 жаста деп айтам ғой, енді сондай бір таңдау жасады деп. Сол уақытқа дейін ол сол күйіменен жәлдегі мамалап тұрады. Мына балалар үйдегі бауырларының, ол уақытта балалар далада сыртта ойнайды ғой енді. Ләңгі тебеді, футбол ойнайды, асық ойнайды, сөйтіп құлайды. Балалар сыртта ойнайтын еді ғой енді. Қазір үйден шықпайды ғой балалар. Ол уақытта керемет еді ғой, балалар өздері анда шыныға да далада жүріп ойнап. Сонда біреуінің енді бір жер қанап қалады. Мен оның бір ерекшелігі, бір күні онда да мен бір жұмыстан келіп жатсам, көзінен жасы ағып жүр, жылап жүр. Мен есіктен кіріп, өзім қорқып кеттім. Ой, не болды балам, не болды десем, ана Мақсат ағамның аяғын шеге тырнап кетті, қан шығып жатыр дейді. Өзінен үлкен ағасының ана доп теуіп жүрген анау тырнағы қайырылып қалғандағыны, анау астына бір шиша бар, әрнесе бар ғой, тіліп кетіпті аяғының астын. Тырнағы айырылып кетіпті, жерінен қан ағып жатыр. Соны әлде қан шықса зәресі қалмайды ғой, анадан жылап жүр. Өзі ана жақта жүріп, міне жерде бір бинт бар еді, соны таппай жатырмын, мама деп бинт іздеп жүр. Анан таңбақшы ғой, көрдіңіз бе? Мен сонда ойлағам, бір қыз сияқты мына бір бауырмал, керемет жігіт болып өседі ғой деп ойлайтын тұғымда, оны бір майысып, әркімге жан ашып деген. Жаңа айтып қалған, мына жерде кітапханадан көрдім, екі кітап шыққан екен Бекзат туралы. Біреу фото альбом болыпты, біреу тағы бір ертеректе шыққан кітап бар екен, жергілікті авторлардың шығарған, болу керек. Соның ішінде мына Бекзатты бала кезінде бірінші боксқа емес,
күреске алып барған деп айтады. Осы дерек туралы айтып кетсеңіз. Ол уақытта оны күреске апармадық. Біз ол бала ғой енді. Ол бір күні футбол тепкісі келеді, футбол ойнайтын балаларға қосылып футбол ойнайды, екі ағасы күреске қатысады. Сол екі ағасымен бірге күреске барғысы келеді. Одан үшінші ағасы боксқа қатысты. Мақсат. Содан әлдегі боксқа қатысы келеді, әр неге қатысы келеді. Бала ғой әлі еш нәрсе таңдай алмайды. Бір күні боксер болғысы келген жоқ әлі. Күрескер болғысы келеді, бір күні футболист болғысы келеді, бір күні бір нәрсе болғысы келеді, бір күні жүгірем дейді жаңағыдегі. Әр нәрсені бір таңдап жүрді. Әлі таңдау білмеді. Содан кейін бір күні барып жәлдегі ағасына сол Мақсатқа ілесе бастады. Маған үйрет деп. Перчаткасы бар оның жәлдегі. Сол екі перчатка бар, соның біреуін киіп алады да артынан қуады ананы. Сосын ол енді боксқа қатысып жүрген, бір жерін ауыртып қоям ба дейді. Сосын анау деп қалса мен сөйлеймін, ананы ауыртып қойдың деймін. Мен кішкентай деп жүрмін ғой енді. Деп оның сөзін сөйлеймін. Сөйтсем жәлдегі мама балаңызға айтыңызшы, маған үйрет дейді. Мен ананың қатты қолын тиіп кетсе, қазір жылайды, сосын сіз ұрсасыз дейді ғой анау ағасы да. Сөйтіп ол боксты солай үйренді, ол ағасының артынан қалмай жүріп. Сосын сен енді таяқ тегізбей-ақ, қолыңды тегізбей-ақ үйретуге болады ғой. Қашанға дейін үйренеді дейсің, ертең қояды. Жай үйретсе деп ана балаға айтам ғой Мақсатқа. Сөйтсе де кейде ол да сол боксқа қатысқаннан кейін соған кіріп кетеді ғой, боксқа. Тиіп кетеді ғой бір жеріне. Сөйтіп тиіп кетсе бұл бір бетке ғой, қуып жүріп ақысын алатын. Бір беткелегі дата ғой соншалықты. Содан қашады ғой. Сол уақытта 13-14 жасар ғой енді Бекзат. Көрдіңіз де? Сөйтіп жүріп ол боксқа сөйтіп қарады, ол бокс сөйтіп жақсы көрді. Иә, сол ағасының артынан қалмай жүріп. Содан жаздың күні сол 15-ке беттеген жылы как раз 3 ай каникулға шықты балалар. Сонда ғой жаңағыдегі бокс секциясы ашылыпты. Мама, мен соған барайыншы каникулда деді. Сосын мен оның боксер болып қалады деп ойламаймын ғой. Жарайды балам. Бекарға далада жұмысқа кетем, біресе көрініп қалама деп қорқамыз ғой енді біз. Барса барсыншы, әрі шынығады, әрі мен келгенше уақыт сояқта өтеді екен, бұл бір жақсы ғой. Далада жүрмейді босқа деп бердім мен 2 ай. 2 айға берді. Сөйтіп бастамасы сол болды оның. Сентябрь болды. 2 айдан кейін сентябрьде оқуға барды. Тастағысы келмейді ғой енді әлде де. Сол ағайыны барып жүрді ау деймін. Оны мен елемедім енді. Содан как раз Сейтметов деген кісінің турнирі болып жатыр енді бізде Түркістанда. 95 жылы. Сонда сол 1,5-2 ай қатысқан ғой жаңа ағайына барып. Сөйтіп сол нені кубок 95 жеңіп алды ғой. Мен жерде тұр құмырасы, көрсең болады, иә. Сынған құмыра. Оны әкеліп бәріміз қуанып, 2 ай қатысып, соны жеңіп алды ғой. Енді қаланың бірінші орнында сол құмыраны жеңіп алды. Оның бастамасы сол болды. Одан кейін тастамады бала. Бекзатты сирек көрген шығарсыз жаңағы. Айтып отырмын ғой, енді міне 96 жылы Бекзат октябрьдің 26-сы күні 11 класста оқиды. Мына жерде Жұмабаев мектебінде. Сол жылы ол Шымкентке кеткен. Бердік Шымкентке октябрьде. Содан Бекзат 11 класс сояқта бітірді. Одан жәлдегі студенттік өмірі басталды. Оның спорт факультетіне оқуға түсті. Сөйтіп басталып кетті ғой. Енді сонда 96 жыл деп айтайын, енді содан 2000 жылға дейін Сидней октябрьдің 1-інде алды ғой 2000 жылы. Сол жылға дейін біз Бекзатты өте сирек көретінбіз. 4 жыл, 5 жыл деп айтамыз ғой, 95-пен қосқанда 5 жыл. 5 жылдың ішінде Бекзат деген той-тойлап, ол туылған күн, емаса біреудің туылған күні, емаса мамасының, папасының, или басқа бауырларының той домалақ достарының туған күн, той дегенді білген жоқ Бекзат. Менің есімдегі қалған тек қана бір ғана жыл, 98 жылғы жаңа жыл. Ол жылы неге барып келген, ол
Австралияға жастар арасында Қазақстан олимпиада чемпионы болды. Соған барды Бекзат Австралияға. Сөйтіп ояқтан күміс жүлде алып келді, екінші орын алып келді. Аргентина ғой. Айбой, Аргентина ғой. Жәлдегі сол жылы ғана, 98 жылы ғана үйде жаңа жылды тойлады достарыменен. Андай не атып, ол уақытта енді шығып атқан керемет 98 жыл тойлады болды. Басқа уақыттың бәрінде қайда жүрсе де, шетелде жүрсе, басқа жақта уақыт тауып, онда телефон. Қазіргідей соткада көріп отпаймыз, соткамен сөйлеспейміз. Жәлдегі сояқта жүріп хабарласады телефонменен. Мама, туған күніңіз құтты болсын. Мен сізге бір құшақ роза жіберіп жатырмын, қабыл алыңыз дейді. Көрдіңіз бе? Мінекей, ол солай болды. Барлық кезде. Менің туылған күнім шілденің 3 күні. Иә, сол уақыттарда. Енді папасының туылған күні керемет, қай уақыт болса да, күнге қайсымызға болса да солай ол бір құшақ роза жіберіп атады. Оның туған күні біздің тойлағанымыз, оның бір құшақ роза гүлмен тойлайтын тұғымыз ауызша. Мінекей, балам солай. Бірақ келген уақытысында ол сол қайда жүрсе де подаркілерін алып келеді, жаңағыдай керемет. Солай жігіт болды ол бала. Жылқыны жақсы көрді, иә, бірақ бұл қаланың баласы, қалада өсті ғой енді. Қайда жылқыға барып жүр? Енді менің төркіндерім ауылда, Буденныйда. Сонда жәлдегі ауылда болса да, жылқы да бар, бәрі бар ғой енді. Барлығы бар. Бұл жылқыны өте керемет жақсы көреді, бірақ үстіне мінуге қорқатын. Ойбай, сондай тұғын. Қаланың баласы ғой енді. Иә, қаланың баласы. Ананы бір керемет жақсы көреді енді. Анаған сұлулығына айтып, ананың бір сұлу аттар болады ғой, бір жалтырап тұратын. Солардың бір сұлулығын айтып, кереметтігін айтып, бір құмартады. Бірақ ана атқа енді мін Бекзат, аттың үстіне мінсейші десе, атқа мінуге қорқатын Бекзат. Ана сурет бар ғой, олимпиада чемпионы көрген әдемі болады. Иә, ол уақытта да қорқып, оған біз как раз Шымкентке келгенімізді енді аэропорттан күтіп алып жатыр ғой. Бекзатқа Ақбозатты қойған, бірінші орынды Ермақынға Бекзаттың мінген атын қойған. Ал енді бұл бір қызық нәрсе ғой енді. Ал Мұхтархан деген аттың үстінде ойнап жүрген жігіт көкпаршы, ана Бекзат анау атын жақсы көріп тұр, анау атты. Анау атқа мінемайды, оны біреу мінгізбесе мінемайды анау атқа. Керемет жақсы көріп тұрды. Сөйтіп, ол жақсы көріп ойланып тұрған уақытта Ермахан келіп тағына анау ағатқа секіріп мініп алды. Ол қызыл атқа мінді ғой. Онда да біреулер мінгізді-ау деймін енді. Бізбен сөйлесіп, біз интервью қарап жүргенде мен байқамай қаппын. Қызыл атта тұр ғой, күрең атта тұр. Ол солай болды. Иә, сондай болып, солай болған. Енді Бекзаттың заманы, ол біздің заман 1990 жылдардағы кәдімгі үлкен тоқырау заманы тап келді. Жалпы сол кездерде балаларыңызды жетілдіру қиын болған жоқ па? Қандай қиыншылықтар болды жалпы? Енді біз әкесіменен екеуміз бір салада, бір жерде жұмыс жасадық. Енді мен айта алам, мен сол уақытта жаңағыдай біздің балдарымыз жылы бір андай жоқ болып, бір нәрседен тарығып өсті ғой демейміз, жұрттың алдына түсіп кетпесек те, орта таптағы өздеріне басқаға бетіп қолымызды созылмасақ та, өз отбасымызға, бала-шағамызға жететінде халде болдық деп айта аламын. Иә, соның мүмкіндігі шығар, мүмкін Бекзаттың жаңағыдегі ары қарай ешқандай жан-жағындағы жоқшылыққа ілікпей, бұзық балалардың соңынан еріп кетпей, жаңағыдегі сол спортты таңдап, сол бір жолдан таймағаны мүмкін сол біздің арқамыз, біздің сол Бекзатты тарықтырмағанымыздың арқасы шығар деп айтамын. Бірінші Құдайға шүкір, Аллаға шүкір. Екінші, мен әкесіне рахмет айтам, өзіме рахмет айтам. Себебі мен оны қазірде де айтып отырам, міне 21 жыл болып өтіп жатыр. Кейінгі ата-аналарға айтып қоям, үлгі болсыншы деп. Себебі біз ұлымызды тани білдік қой деп айта аламын. Біз сондай ата-ана болдық. Сөйттік та Бекзатқа уәде бердік. Жарайды балам, сен өзің қоймасаң, біз саған көмектесеміз.
қай жерге дейін барсаң шамамыз кесе тоқтатпайық дедік. Аллаға шүкір біз Бекзатты тоқтатпадық, тарықтырмадық, жаман жүріске жібермедік, өйткені ол оған өзі қарсы болатын, жүрегі сондай имандылыққа бейім болып өсті ол бала. Керемет имандылықты жақсы көрді, тазалықты жақсы көрді. Жан-жанындағы анандай бір жаман, бір бұлапыт нәрселерді жеп көріп отырды. Өзі балалары өзі бір 8-ші класста оқып жүргеннен былай қарай уже ерекшелене бастайды екен, мектепте де ерекшелене бастайды балалар. Сонда балалар топ-топқа бөлініп кетеді екен. Мен балаларымнан білем, ер балалардан, өйткені олар өздерінің қатарындағы өздеріне құрыптас мінезі өзіне ұқсаған балаларға қарай ауа бастайды екен де. Сол Бекзат сол уақыттың өзінде өзінің мінездес, өзіне жаңағыдегі керекті достарын тауып алды ғой деп ойлаймын мен. Сөйтіп керемет жігіт болып, еш нәрсеге бас бұрмай, сол боксты таңдаған кейменен ары қарай сол бокстың жолын қуып кетті ғой деп айтамын. Ал енді 16 жасында айттық қой біз, енді жаңағы жастар арасына бердік Везиракинге деп. Ол енді ауылда Нұрланның уақытысында біраз қиындықтар болды ғой, өзіміз бердік деп отырмын. Мен мысалға айта да аламын, мен бердік, оны жаңа тренері жақсы біледі, өйткені жоқ қой ол уақытта, жоқ. Теңгенің жаңадан ауысып жатқан уақытысы бермесек баламызға болмады. Мен Құдайға шүкір деп айтамын. Әуелі Құдай, екінші ата-ана. Енді жастарға да айтатыным сол, балаларды тани білсе, балаларын сол балаға көмектескен ата-ана, әрі баласы сол мамандықты таңдай білсе, ол жалғыз спорт емес қой, ол бала озады. Ақыры сол керемет биікке шығады деп мен қалай болса солай айта аламын. Таңдай білу керек баланың жолын, таңдаған жолына көмектесе білу керек екен деп айтып отырамын. Енді тақыр жерге қақ тұрмас дейді ғой. Жалпы Бекзаттың ұшқан ұясы белгілі, осы жерден тәлім-тәрбие алғаны көрініп тұр. Жалпы ол Бекзат қандай газет, журнал оқыды, қандай кітаптар оқыды, болмаса оқыттыңыздар, не тәрбие бердіңіздер жас кезінде, соны айтып берсеңіз. Керемет кітап оқитын. Бұл біздің үйде папа, әкесі спортқа бейім болды. Әкесі өзі жаңалдегі бір әлем шыңын бағындырмаса да керемет спортқа қатысты. Соның біреуі жаңалдегі енді отбасында ұлдың үлкені болды, өзі ана інісі кішкентай ақ болды, шиеттей балашаға. Сол ана ары қарай бара алмай қалған, мен ойлаймын, әкесі ғой деп ойлаймын. Ол кісі сөйтіп қап кетті ғой. Бірақ спортқа жаны құмар. Біздің үйімізде бар спорттағы қазақшасы, орысшасы, газеттері, журналдары номермен қаттау тұратын. Ана номердің біреуі болмай қалса, балалар оқып орнына қоймай қалса, ренжіп сөйлеп жататын. Ол оларға сол үлгі болды. Сол спорттық газеттерді оқып өсті үлкенінен бастап балалардың. Ақыры Бекзатқа келіп тоқтады. Мінекей Бекзат та соны оқып өсті. Сосын Бекзат әдеби кітаптарды біздің балалардың бәрі сондай оқыды. Керемет оқитын. Әдеби кітаптарды түнде бір кітапты бастап қойса, соны оқып жатады. Соны тауыспай бітірмей жаны тынбайтын жаңа. Кітаптарыңды оқысай, мектепте десең, мама, оны оқып қойдым ғой деп, әдеби кітаптарды өте керемет оқитын. Ол уақытта ойнай да білетін балалар далада, жарысқа да қатыса білетін балалар, кітаптарды да жақсы меңгере білетін еді ғой, оқи білетін еді ғой. Апа, жалпы Бекзат уақытын қалай жұмсайтын еді, соны айтып беріңізші. Бекзат, ой, керемет балам. Жоспарлауды айтып отырмын ғой жаңағы. Мен енді оның жаңағы олимпиадаға бармай тұрғандағы уақытын айтайын. Мен 98-ші жылдан бастап айтайыншы, мен оның. Сол жылдан бастап онда блокнот болады. Қолында өзінің жаңағы жұмыс кестесі дейміз ғой, енді оқу кестесі, ол уақытта оқиды, студент қой бір жағы. Сонда жазылып тұрады. Таңғы сағат 6-да тұрады ол. 6:30-ға дейін шайын ішеді, үйтеді, сөйтеді, үйден шығып кетеді. Одан жаттығу бөлмесіне барады. Ояқта жәлдегі сағат 8-ге дейін болады. Одан шығады 8:30, 9-ға дейін универге үлгеруі керек. Универге келеді.
одан жалдегі не кітапханаға барат, одан тағы сондай. Енді бір күнде түнгі сағат сол 11-12-ге дейін онда кесте тұрады алдында. Сонда оның ішінде бір киноға барайын, мен болмаса вечерге барайын деген ешқандай әңгіме жоқ. Бәрі сондай жаттықтыру 2 рет онда университетіне барады, анаған барады, мынаған барады, сондай күнделіктері болды. Енді одан кейінгісін айтайын, енді Олимпиададан келіп жатыр. Содан балалар как раз солтүстік Қазақстанды наркоманияға қарсы деп, мұның жарты балалары, чөлде алмаған балдар, Олимпиадаға барған балдары Дубайға кетті демалуға. Бекзаттар сояққа бару керек болатын, енді бермаған шығар, енді осылай тағыр болған шығар. Одан Бекзаттар қалды, өйткені солтүстік Қазақстанды Олимпиада чемпионы, күміс жүлдегері, жағы алтын алғандар аралап шығу керек болды. Наркоманияға қарсы. Сонымен бұлар сояққа кететін болды да, кетіп баратыр ғой енді. Сөйтіп олар 26 күні ояқтан қайтатын болған. Үйге сол уақытта келу керек болатын. Бұл 24 күні үйге кеп қойды балам. Сосын енді мен сұрамайын ба енді, неге ерте келдің дедім, мама ертерақ келдім, қайттым деді. Соныменен үйде, содан енді келгенін біліп қойды уже. Ана шақырады, мынау шақырады, жаңа жыл болып қалып жатыр, мінекей уже 25-і болып жатыр, 26-сы болып жатыр. Күнде азынан кешке дейін ол балада тыныштық жоқ. Енді ана жұмыс кесе жайында қалды ғой деп ойлаймын мен енді, деп ойладым ғой енді, менің таңғалғаным. Содан 28 күні біз осы Түркістанға кетуім керек болды, менің баламның қасындамын, тастап кеткім келмейді баламды. Сонымен екеуміз үйге қайтып келе жатырмыз. Сосын айттым, жолда машинада келе жатырмын, қасында машинаның өзі рөлде отыр. Балам, осы сен маған әжік кешіріңіз, Түркістанға үйге келдік, келгенін білді, жолдастары ана шақырды, мынау кетіп жатыр. Содан кейін кешке үйге келді, сосын айттым. Түнде сағат 12-де келді, жаңбыр құйып тұр. Сөйтсем, ана мені беспокоить етпейік бізді деп, мен оны күтіп отырамын, ұйықтамаймын. Сөйтсем, забордан түсіп көтеріліп, забордан секіріп түсіп жатыр, жаңбыр құйып тұр. Сосын енді үйге келді, сосын ренжеймін ғой енді мен, ой балам, мен қорқып отырмын ғой, қорқамын мен. Қорқып отырмын ғой балам, қайда болдың дедім. Мама, кешіріңізші, мен Кентаудан келе жатырмын дейді. Сонда кім? Топ, Қыдырәлі Болмановтың тобы, АБК тобы біздің Түркістанға келген. Сөйтіп Түркістанда жататын орындары болмай қалды ма, әлде біздің неде жақсы қарсы алмай қалды ма, әйтеуір сондай болып қалған. Сол топты бұл Кентауға апарып, анау жігіттерді, Қыдырәлілерді жатқызып, тоба соларды Кентауға орналастырып, мама, сөйтіп келдім, кешіріңізші мен деп келді ғой балам, үстінің бәрі су болып қапты. Сосын кейін айттым, осы Бекзат, маған сен неңді берші. Ана үлкендеріңнің Алматыдағы, ол уақытта Алматымыз ғой енді, Алматыдағы үлкендеріңнің бастықтарыңның телефонын берші. Бір голубой огонек деген болатын еді, мынандай дейтін болатын еді, сөйтіп сендерді шақырып жататын еді. Саған бір 2-3 күн тосқауыл керек сияқты, менің аналық жүрегім соны сөйледі ма, білмеймін. Саған сонда бір тосқауыл керек сияқты балам. Сен маған соны берші. Мен солармен сөйлесейін. Сені бір жаңа жылда, жаңа жылда 30-31 бірі күндері сендер сол біреудің қарамағында болуларың керек ау. 2 ай болды ғой, сендер жіберіп қойды ғой дедім. Ой, тоба, балама сөйтіп айттым. Сөйтіп едім, сонда маған айтқан жауабы баламның. Мама, қазір мен сізге көрсетейінші деді. Сөйтіп, үстіңді ауыстырып алдыменен дедім. Киімдерін ауыстырып алып, жәлдегі ана сумкасының несін ашып, маған бір блокнот әкеп берді. Новыйдан жазылған блокнот, новыйдан бастаған. Ана блокнот, бұрынғы блокнот емес. Жаңадан. Мені көріңізші, мама, сосын өзіңіз түсінесіз деді маған. Блокнотты ашшым. 3 январ 2001 жыл тұр аны жерде. 3 январдан басталған
календар кәдімгі жазып тастаған. 3 январдан бастап бұл қайтадан жаттығуға кіріседі. Одан жаңағыдегі анадан ана уақытқа дейін, анадан ана уақытқа дейін, анадан ана уақытқа дейін универде сабағына барады, анаған сөйтеді, мынаған сөйтеді, сұхбат уақыттары деп қойған. Егер онымен біреу сұхбаттасқысы келіп жатса, енді Сиднейден келді ғой, енді ол енді жұртқа уәде берді, 2 күн, 3 күн боламын. Тағы да енді одан біреулер сонда интервью алып жатса, сұхбат уақыттары деп қойған жаңағыдегі. Бос уақыттарын жазып қойған, сол қаншадан еді, ұмытып қалдым енді. Жаттығуға дейін сағат 3 пенен 5-дің уақытысы, кешке 8 пенен 10-ның уақытысы жазып отыр. Ой, тоба, мен соны көрдім балам. Содан келіп айтқан, Азияда Қазақстанның біріншілігі, Азия ойындары, ол жаңағыдегі қаншыншы жылы болады, 2002 жылы, 2004 жылға дейін календар тұр. Ана жерде 2004 жылы Олимпиада болады. Бұл баруы керек. Көрдіңіз бе? Мен көзім куә, мен соған куә болдым. Бірақ ол сол өзімен бірге жаңағыдегі машинадан аударылғанда календарда жоқ болып шықты ғой енді. Вот менің көзім куә, сол календарды өз көзіммен көргем. Таңғала мен ұлыма. Мен бұндай бала көрген емеспін өмірімде. Жоқ. Иә. Үлкен мақсат болған ғой. Мақсат қойған алдына. Мақсат әрбір дайындалам деп еді. Дайындалады. Сонда ол енді менен тағы ойымдағы нәрсем 24 күні келді. Бұл да ешкімге айтылмаған сыр балам. 25 декабрь күні 24 күні келді ғой балам, ертарақ келді, олар 26-сына келуі керек деп отырмын. 24 күні келді, 25 күні ма, или 24 күні ма күтіп алды. Кімет аты журналист последний интервьюін соғызға берді ол. Ләззат бет, ұмытта қалдым енді. Жоқ, Алматтан келді, Алматтан күтіп алды, соғызға интервью берді ол. Ең соңғы нәрселерін сонда айтты ғой енді балада. Иә, не болған? Енді менің өзімнің көзімнің көргені 26 күні бір тренерінің толған күні бару керек. Бұл 25 күні кешке жақын, сол сағат 7-лерде үйге жаңағыдегі тренері келді. Бұның главный тренері, сол Олимпиадаға апарған Апачинский деген кісі келді. Сөйтіп, мынандай қолында бір 2-3 экземпляр қағаз бар қолында. Енді мен ішерсіде ойламадым. Сөйтіп, Бекзатқа айтты, Бекзат, давай договориться етейік, мыналарға мына жерге распишись, пожалуйста, дейді. Қолыңды қойып берші маған, кетейік, мен сенімен еріп кетем, пожалуйста, деп анаған Бекзатқа. Қанша жылға күнесін сен? 3 жылға, 5 жылға, давай, дейді. Қарап тұрмын, не айтып жатыр болар деп. Сен контракт жасап жатыр. Өз көзімнің куәсі. Сонда 3 елден 3 экземпляр, 3 елдің контрактысы екен. Ана қолына алды, көрді, балам жәлдегі нені, контрактыны көрді, сөйтті дағыны, извините, пожалуйста, деді. Ана кісіге, мен еш жаққа бара алмаймын, деді. Мен халқыма уәде бергенмін, деді. Мен 2 дүркін, 3 дүркін Олимпиада чемпионы боламын, кубалықтар ғана болу керек па деп айтқанмын мен. Мен Қазақстаннан шетелге шықпаймын еш жаққа. Мен өзімнің елімнен артық ел жоқ, мен еліме еңбек етем. Мен шығуым мүмкін, кету мүмкін, Шымкенттен, облыстан. Басқа облысқа барып дайындалуым мүмкін, бірақ мен басқа елге бара алмаймын, мен кешіріңіз деді. Сонда маған айтыңызшы, анасыз ғой, дейді да, айтыңызшы, анасыз ғой, балаңызды көндіріңізші, деді маған. Сол мен айттым, мен енді түсініп тұрмын ғой, контракт дегеннен түсініп тұрмын, мен айттым, балама еш нәрсе деп айта алмаймын, баламның берген уәдесі өзі біледі. Бұл уже 1 рет Олимпиада чемпионы болды, енді 2-ші рет болам деп тұрса, мен оны сен бөтен елге бар деп айта алмаймын деп айтқан сөзім бар. Ол уақытта ол балам дүниеден өтіп кетеді деп ойлап жүрмеппін ғой мен. Міне балам, мен өзімнің сөзімнің куәсі, өзім куә болған, мен оның осындай календары болатын, алдына мақсат қоятын, сол мақсатына жете білетін ол бала, соны істейтін. Сонда 4 жылдық онда
календарный план деп жатамыз ғой біз, оның планы болатын, күнделікті планы болатын, онда ежедневный план болатын. Ойын жаңағы алда тағы да 2 дүркін чемпион боламын деп соған пландап тұрған ғой. Енді соның бірінші енді келесі 4-ші жылға дейінгі планын жазып қойған ғой. Қай елде қандай жарыс болады, қандай турнирлар болады, не болады, бәрін жазып қойған ғой. 4-ші жылы олимпиада чемпион, 4-ші жылы олимпиада. Оған бару керек, сол елді жазып қойған. Енді жете беріңіз оның қандай ұл болғанына, ол сондай ұл болған. Енді апа, жүрегіңізге ауыр екенін білем, бірақ жалпы Бекзаттың соңғы күндері қалай болды? Жылдың аяғы, 2000 жылдың аяғы, сіз бір жүрегіңіз сезді ма, болмаса еске алып көрсек? Сол 28 күні біз екеуміз үйге келдік. Жаңалдегідей календар маған көрсетті. Өз жәлдегі үстім алмандай сол, сөйтсем ана Қыдырәлі Болманов ағасына рахмет, ол ұмытпайды, Бекзат айтып тұрады негізі. Ол солай ағаларына қызмет жасаған. Ол Кентаудағы бір сол қасиетін айтайын мен. Ол кісілер жақызып келгеннен кейін ертеңіне сол Кентаудағы сол уақытта жәлдегі сол концерт болайын деп аққан ненің бастығы айтады ғой, енді бізбен кездесу өткізіп шақырып алып айтады, бүйтеді. Сіздерге сондай ұл тәрбиелеген рахмет дейді. Бекзат кетіп қалды ғой дүниеден өтіп. Сөйтіп мен сізге бір ғана әңгімесін айтайыншы дейді. Концерт болайын деп жатыр дейді. Біз билеттің бәрін сатып қойдық дейді. 10 билет алып қалдық дейді. Бекзатқа дейді, қасындағы достарыңменен кел, алдыңғы жақтан 10 месті біз ап қоямыз саған деп айттық дейді. Сонымен жарайды, келем ағалар деп айтты дейді. Сонымен бір уақытта концерт басылардың алдында келді дейді. Сосын қуанып, мәз болып, ана 10 билетті Бекзаттың қолына беріп жатырмын дейді. Сөйтсем, бұл не аға деп айтты дейді. Ойбай, билет, на концерттің билеті. Сөйтті бетіме қарап тұрды да, күліп тұрып сөйлейді ғой. Күліп тұрып айтты маған дейді. Аға, мына билетті алыңыз. Мына билетті алыңыз, ағын апарып сатыңыз. Бұл мына келген жігіттердің еңбегі, ақысы. Біз өзіміз осы билетті сатып аламыз. Сіз бізге сатыңыз. Қаншадан билеттің құны? Қымбат бағасын айта беріңіз бізге. Деп күліп тұр дейді ана бала, жігіт дейді. Ойбай, жоқ, Бекзат, жоқ. Десек, жоқ аға деді да, қалтасына ақша, оның құнында сұраған жоқ дейді. Қолыма ақша теңгесін ұстатты дейді. Мына билеттің құны, кассаңызға апарып өткізіңіз. Біз енді көруімізге рұқсат бізге. Ал енді біздің орнымызды көрсетіңіз деп келіп жайғасты орнына дейді. Мен бұндай бала көрген емеспін деді ғой. Сонда көрдіңіз бе, ана жігіттердің еңбегі деп жатыр дейді. Міне соны айта беріңіз. Енді сол 28 күні солай болды. Мен оның соңғы, енді сіз маған сонда айтқан әңгімесі. Мама, сіз маған сол 3-не дейін рұқсат беріңізші деді ғой. Өз аузынан. Мен айттым, мен ешқандай бұзықтық нәрсеге бармайтынымды білесіз ғой, мама деді. Жарайды балам, мақұл. Деп мен мәз болып, енді 3-не дейін жақсы бопты деп мәз болдым ғой балам ау. Сөйтіп ол қайтадан Шымкентке кетті, мен үйде қалдым. Одан сол кеме қойыңдаршы дедім, онда ана 3-ші ағасы қасында болатын, Шымкентте оқып атқан. Сөйтіп жаңа жылды сол Шымкентте қарсы алатын болдық қой енді. Өкінішке орай ауылда сол кездесу өткізгісі келді, жаңа жылға қарсы халық көргісі келді оны. Түркістанға қоймады шақырып. Сөйтіп 31 күні үйге келді. Сөйтіп Бекзаттан айырып қалдық қой енді соңында. Солай болды балам. Өкініш дейді оның артын. Артына мен айтып отырам, қазірде де айтам, айта да берем, Аллах маған ғұмыр берсе. Артына сол аманаттарының бәрін тастап кетті ол бала. Енді өзі болам деді, бола алмады. Артындағы ұрпақтарына тастап кетті. Енді мен айтам, жақсы, Құдайға шүкір, әйтеуір жылда біздің осы қазір енді Түркістан облысы болып жатырмыз ғой. Бұрын оңтүстік боламыз, Шымкент дейтін тұғынбыз. Енді міне Шымкентте бөлініп шықтық қазір, Түркістан облысы болып жатырмыз. Бірақ жалпы айтқанда Шымкент, Түркістан облысында міне 20 былтыр енді олимпиада өтуі керек еді, 20 жыл мүмкін алар ма едік, ешкім білмейді.
16 жыл, 20 жыл, 21 жыл болып жатыр. Бізде Олимпиада чемпионы әлі шыққан жоқ, өкінішке орай. Бірақ енді ең жақсысы әйтеуір біздің Қазақстанда бір бокстан Олимпиада чемпионы шығады, соған да Құдайға шүкір деп отырамыз. Солай балам. Енді мен ол баламды үйімнен 31 күні жаңа жылда үйде тойлайық балам, ақыр Түркістаннан шыққын ғой, 6-да тойланатын болған, әйтеуір созылып кетті, сағат 10-да бірақ болды. Алаңда Бекзатқа ең бірінші сөз бердім, мен баламды площадьта күтуге мүмкіндік жоқ. Бекзатты көру үшін халық сыймай қалған. Бекзатта площадьта халық сыймай қалған. Содан ол енді уәде беріп қойыпты, Шымкентке бір нелермен кездесуге. Сосын енді балам үйге келеді ғой дедім да, мен баламның сөйлегенінде көргенім жоқ, қай уақытта шығатынын да білмеймін. Енді ана жерде мүмкін емес шығып қайтып кету. Біз үйге кетіп, үйден күтейін деп, есікті ашып отырайын деп, мен 10-нан 10 минут өткенде үйге келдім. Балам менің артымша үйге келіп қалды. Сөйтіп бірінші рет маған сөз беріңіз деп асыққан. Сөйтіп бірінші рет сөйлегендағыны, ана тағатындарын, алатындарын алып алғандағынды, мына жасырын есігінен шығып кетіп қалған ғой ана бала, көрдіңіз бе? Әкесі де таппай қалған. Әкесі мынау алдында тұрған, баласын таппай қалды, әкесі площадьта қалып кеткен. Балам үйге келді. Сен мама, мен жүрейін дейді. Ой, енді асығыс. 15 минут өтіп жатыр. Бәрі сүлде дайын тұр. Жеңгесін ала келгем қасымда. Дереу шай ішейін болмаса, тамақтайын, бәрі дайын. Ешнәрсе етпейді, бір 10-15 әлі уақыт бар ғой, болмаса орысшамызда сағат 3-те тойларсыңдар, жеді 12-де московский деп қоям ғой енді мен. Сөйтіп дереу шай жаздық, сөйтіп баламды 10-нан 20 минут өткенде есіктің алдына шығарып, өзім шығарып салдым. Бетінен ең соңғы рет сүйіп, ұлым шығарып салдым. Бәрі көркем. Қой десем қоймады, бармай қойшы дегенімдегі маған айтқан уәдесі, мен енді оған уәде берген, балама сенем. Мама, мен уәде беріп қойдым, мені білесіз ғой, енді екі сөйлей алмаймын, деді балам. Күтіп отыр мама мені, деді. Сонымен балам шығарып салдым балам. Сөйтіп айырылып қалған адаммын ұлымнан. Сонда азанда кетейін деп отырмын. Бұл өкініш дейді бұның атын. Мен азанда сол балаға кетуім керек. Сонда енді мен қалай өкінем? Мен неге сонда кете бермедім екен? Сол мен еріп. Мүмкін мен де бірге көретін шығармын. Мүмкін аман есен баратын шығармыз деп өкінеміз, бірақ біз әшейін айтамыз балам мұның бәрін. Бұның бәрі Алланың берген көрсететін тағдыры, осылай болып тұр. Оған ешқандай шара жоқ. Біз мұсылман халықпыз, соған сенеміз. Қасында біреу болды ма, өзі әлде жалғыз кетті ма? Қасында 2 жігіт болды. Енді ол екеуіне, біреуі сол спорт неде барып, дайындалып жүрген боксшы, спортшы жігіт енді. Ана екінші баланы мен негіз тани алмадым. Өтірік айта алмаймын. 2 бала болды қасында. Олар бірге кетті қасында. Үшеуін шығарып салдым. Сонда енді тазалығына шәк келтірем ғой мен бұл баланың. Сонда келді, сыртқа шығып кетті дағыны бір шампанский алып келді. Шампанскийін атты дағыны маған құйды, ана 2 балаға құйды қасындағы. Әшейін шампанский. Сөйтті да жеңгесімен екеуіне кола құйды. Қолына ұстап тұрды дағыны, мама маған бір жақсы тілек айтып беріңізші деді балам. Сонда мен енді қазір ойлаймын, мен түсінбеймін, мен сезбеген сияқтымын ба сол уақытта, или сол жәлдегі маған айтшы басшыларын деп жүрген уақытта мен сол жүрегім соны сезіп жүрдім ма, мен білмеймін не деген адаммын. Ұйықтай алмайтын тұғым, күтемде отырамын, таң атқанға дейін де күтіп отырамын кейде. Анау шақырып кетіп қалады, балаларға кетіп қалады, сағат 3-терде келеді, 12-де келеді. Сонда ғой жаңа Қыдырәлінің атын, Болмановтың атын естігенім, мен сол кезде мысалға апарып жатқызып келдім дегенді. Енді сол сияқты тос сөйледім мен,
мен оның несін көрдім дедім ғой, енді планын көрдім баламның, ішінен бастап ол дайындалады, жүрегім сеніп тұр балама, еш нәрсеге жаманға қимаймын енді баламды да. Оған тілек тілеймін, алған анау жазып қойған арман мақсаттарыңның бәрі орындалсын балам, енді халқыма уәде бердім деп отырсың ғой, енді саған енді үйлен десем үйлене қоятын емес сияқтысың балам, әзір мен үйлен десем де үйленбейтін сияқтысың. Иә, енді ақ жол тілеймін балам, мақсатыңа жет, екінші рет еліңнің жалауын көтеріп тағы да қуан, өзіңнің айтқан жаңалдегі уәдеңе орында халықтың алдындағы деп мен бақыт тілеп, табыс тілеп, келешектегі жоспарларына сөйтіп шығарып салған балам. Сол анаммен. Иә. Өкініш деп соны айтады. Әңгімеңізде айтып қалдыңыз, тілек айтқан кезімде сол анау 31 желтоқсан 2000 жылы, иә, Бекзатқа. Сіз айтыпсыз, енді балам, енді жоспарымды көрдім, бірақ енді келін алатын әзір ойында жоқ сияқты деп. Жалпы Бекзаттың жақсы көрген болмаса сөз байласқан қалыңдығы қызы болды ма? Енді болды. Осы өзіміздің Түркістанда қандай бір қыздар жақсы көрді, оны керемет. Одан кейін ол қызға қарайтын уақыт болмай кетіп қалды. Анда-санда бір кездесетін шығар, сөйлесетін шығар. Одан оқып жүрген жерінде бір қыз болды. Келгеннен кейін қаншама қыздар пайда болды, енді бір нәйәті 3 ай, 2 ай өмір сүрді ма, 3 ай өмір сүрді. Сол уақыттың ішінде қаншама қыздар жүрді. Енді бәрін байқап жүресіз ғой, енді. Бір қыздарды жақсы көріп жүреді, ұнатады ғой, енді қыздарды ұнатады. Жақсы көрген қыздар болды. Енді тағдыр солай ғой балам, иә. Бір қызды ертіп те келді үйге. Соны енді үйлене салса қалай болар екен, анау алдындағы балам үйленсе деп ойға да келдім, үйлене салсыншы деп. Сөйтсем, жоқ мама, әлі бізге ерте ғой деп, өз солай етті, мен әлі жоспарларым бар ғой менің деп. Иә, сонда айтқан әңгімем ғой, енді мен үйлен десем де үйленбейтін сияқтысың балам. Иә, енді анау алдыңдағы өзіңнің нағаған мақсатыңа жет деп тілек айттым ғой, енді олма солай болды ғой қыздары. Кейін деді, Бекзаттың үйден өтіп кеткеннен кейін деді, қаншама қыздар келіп жатты, жылап еңіреп келеді. Бір қыздар күйеуге тимейді, оқуды бітіріп кеткен, тиейін десем тие алмаймын дейді, көзім алдында тұрады дейді. Енді бір қыздарға советті айттым, ана жылап келеді сөйтіп. Бір қызын айттым, енді сен қызым енді күйеуге тий. Сен балалы бол. Бірінші балаң ұл бола ма, қыз бола ма, ешқандай не жоқ. Ұл болса Бекзат деп қой, қыз болса Бекзада деп қой, сөйтіп тәрбиеле, сен ақыр Бекзат жақсы көрген екенсің. Сондай ұл тәрбиеле, қыз тәрбиеле деп. Ол қызы жағы үйленіп, бір күні бір қыз кеп тұр, бір баласы бар, жаңағы қызы бар қолында. Апа деп кеп тұр. Сөйтсем жаңағы қыз күйеуге шықтым, апа, анау менің қызым Бекзада деп қойдым атын деп. Көп балам, ондай тарихтар өте көп болды. Өмірде бәрі болады екен. Жақсы көрмеу мүмкін емес қой енді. Иә, өте көп болды. Сосын анау басында ол уақытта Бекзаттың несінің басында шырақшы болатын. Сосын мен барып тұрам жаңағы, сонда маған мынандай хаттарды беретін қолыма, тастап кетті деп. Не бір қыздар хат жазып тастап кетеді, жаңағы адрестерін жазып тастап кетеді. Көп болды балам ондай. Кейбіреулеріне жаңағы жаздым да, иә, өйткені сондай кеңес беру керек болды, отыра беруге болмайды ғой енді. Ол өмірден өтіп кетті, иә. Сондай нәрселер көп болды балам, иә. Болды ғой. Бекзаттай жігітті жақсы көрмеу мүмкін емес қой енді. Дәл қазірдің өзінде айтады, ол қыздар қазір ересек болып қалды, бәрі уже Бекзаттың 3-4 жас бергілері, 1-2 жас бар ғой, қыздар бар, өз қатарлылар. Кездесіп қалам, қазір уже бәрі ана, үлкен қыздар бәрі болып кеткен, көріп алып, олардың өзі осы уақытта да айтады. Иә, сөйтіп едік, апа, бүйтіп едік деп айтып жатады. Ой, айналайын, енді өмір ғой деп қоямын ғой енді, иә. Кейде көңілім босап қалады, иә. Бекзаттың интервьюларынан қарап отырсақ, көбіне ол Алланы аузынан тастамайды, Құдай деп сөйлейді.
алла қаласа деп сөйлейді. Жаңа өзіңіз де айтып қалдыңыз, мен осы кейінге қарасам көбіне Құдай қаласа деп сөйлейді екенмін деп. Жалпы Бекзат дінге жақын болған сияқты, иә? 5 уақыт намаз жалпы оқыды ма ол? 5 уақыт намазды менмен ба? Өзі оқыды ғой оның. Осы сол 98 жылы Аргентинаға кетейін деп атқанның алдында азында Қарағандыда сборда жатқан, сүйсем звондайды, онда андай домашний телефон ғой. Мама, мен намаз оқыдым бүгіннен бастап дейді. Ойбай, не болды балам-ау десем, менің түсімде бір ата келіп, маған түнімен намаз үйретіп, қайтып дәрет алады, қайтып намаз оқиды, бәрін үйретіп кетті. Сөйтіп намаз оқып алам деп айтты. Сөйтіп мен бүгін азында намаз оқи бастадым дейді. Бір тренері атын айтып еді, енді ол кісінің есімде жоқ, мені тыңдайтын болса мүмкін өзі ойына түсер. Бір тренерін айтатын, намаз оқиды екен бір тренер олардың. Сол кісіменен бірге мен бүгін намаз оқып шықтым дейді. Бірінші рет дейді. 98 жыл ол намаз бастады бала. Сосын ондағы бір қасиет 5 жыл деп айтам ғой енді мен. 15 жасынан, енді 16 жасында дейшін, 14 жасында Шымкентке кетті ғой енді. 16 жасынан бастап 4 жыл далада сыртта жүрді ғой бала. Ол қайға барайын деп жатыр, қайға жарысқа барады, қаяқтан жарыстан келеді. Ол уақыт тауып 2 сағатқа болса да, такси жалдап болса да, Түркістанға келіп, алдыменен үйге соғады, маған келеді. Сөйтеді дағыны, анау күн салқындау болса да, басқа уақыт болса да, енді онда қазір Құдайға шүкір әрбір үйде ванны бар. Біз жақта ол дамымаған уақыт қой енді ол уақыттарда. Бір шелек суды ыстып, беріңізші дейді, болды, үстіне соны құйып алып, енді мешітке барам. Мама, одан кейін мен ары қарай кетем. Мен жарысқа барам, емоса жарыстан келдім деп ол бабаның басына барам деп айтатын. Сол оған үрдіс болған. Қай жаққа барса да, қаяқтан келсе де келет, бабаның басына барады, Құран оқиды. Сөйтіп, Ясауи бабаның басына барады. Бабам дейтін ол кісіні, ой, тоба. Кейін, біз өзіміз жаңалдегі қазақи деп айтамыз ғой, біз осы Түркістанды, біз өзімізде орыстанып кеттік қой енді, мен сол уақытта мен өзім соны сөйте алмаған екем. Енді өсіңді таңғалам, балама таңғалғам. Жағы азанда келіп, үйде как раз боп қалатын болды. Бір күн қонып ертеңіне кетейін деп жатыр. Оның енді намаз оқығанын көргенім. Сағат таңғы 6-да тұрды, жазғы уақыт ерте болады ғой. Күн 6-да тұрып жатыр. Дәрет алды балам барып. Кәдімгідей, үлкен кісілерден көреміз ғой, дәрет алып отқандарды әкемізден көрдік, мысалға шешемізден көрдік. Сөйтіп дәрет алып жатыр, қарап тұрдым балама. Дәрет алып болып, сүртініп болып, шегіріп кетті. Сөйтіп сумкасының ішінен, чемоданының ішінен аккуратный жинайды ол чемоданын. Көрсеңіз, оның жинағанын көрсеңіз, чемоданды. Ішінен бір шетінен әдемілеп бүктелінген жай намаз алып шықты қолына. Сөйтіп жайып, азан шақырып жатыр балам. Кәдімгі мешітте шақыратын азанды айқайлап, дауысын шығарып, кәдімгі құлағына қолын қойып, азан шақырып жатыр. Мен сонда бірінші рет естіп, өзім бір түрлі болып таңғалғам. О, тоба, менің ұлым мынандай намаз оқып жатыр деп. Сондай ұл болды ол. Өте керемет, имандылыққа бет бұрған, таза бала болып, таза күйінде, періште күйінде кетіп қалды ғой. Ол, Енді апа әңгіменің басын сол анау Сиднейдегі бір сырлы, керемет, ашық, бір жарық сәттерге бұрайықшы. Бекзат кетіп бара жатқан кезде сізге звондады ма? Қалай қоштастыңыздар бара жатқан кезде Олимпиадаға? Не деп айтты болмаса сізге? Енді керемет уақыттар ғой балам ол. Біз Бекзатты 4 август күні неден Шымкенттен шығарып салдық. Одан кейін көрген жоқпыз. 3 октябрь күні күтіп алдық Алматыдан. Соған дейін Бекзатты көрмедік.
Олар ең бірінші 4 август күні Қарағандыға кетті. Сөйтіп сояқта дайындық сояқта болды сборлары. Сөйтіп 16 не күні? Сентябрь күні ма? Звондайды үйге. 16 сентябрьді үшті олар Сиднейге. Мама кешке жақын, сағат 9-дардан өйіп енді. Мама, біз аэропорттамыз, біздің бәрімізді неден өткізіп, ішке кіргізіп қойған. Ағаларым келген екен, ешқайсына жолға алмадым, шығармайды бізді жаққа, амандар. Енді қазір Ермахан аға екеуміз бір пәске ғана сұралып сыртқа шықтық. Себебі кімнің Ермаханның мамасы бір қымыз апарыпты, қобыз әкепті. Сөйтіп сол қобызды ойнатып қойып, бізге қымыз сапырып беріп жатыр. Біз соны ішіп тұрмыз мына жерде деді. Сосын қазір деді, мама, мен сізге бір нәрсе айтайыншы деді. Мен кеше түс көргем, сізге айта алмадым, уақыт болмады деді. Жиналып жүріп, уақыт болмады, сізге айта алмадым деді. Түсімде бабам келіп, менің мойныма алтын медаль салып кетті дейді. Ой, тоба. Иә, алтын, Сиднейдегі алтын медаль мен алып келем, мама. Алтын медаль меніке дейді. Менің салмағымдағы алтын медаль меніке дейді. Енді сіз азанда папамды ертіп алыңыздағыны, мешітке барыңызда тайқазанды 7 рет айналыңыз, 7 рет папам Құран оқысын, сөйтіңізді үйге келіңіздағыны, бір малды сойыңыздағыны Құдай қылып таратып жіберіңіз. Болды. Сөйтіңізді Құдайдан тілеп, менің жолымды берсін деп отыра беріңіз. Құдай қаласа алтын медаль біздіке дейді. Қазақтыке 57 деп анықтап тұрып айтады ғой. 57 салмақтағы қазақтың жаңалдегі медалі бізде деп қояды ғой. Алайып кесем. Сөйтіп балам кетті ғой. Сонымен ертеңіне азында біз соны жасадық. Папасымен екеуміз мешітке бардық. Қазанда айналдық 7 рет, бір мал сойып таратып жібердік. Сөйтіп ұлымызды күтіп отырдық қой енді. Құдайдан күтіп, ақырында медалін алып келді ұлымыз. Енді қуанышта шек жоқ қой, ол уақытта көре алмаймыз ғой. Көре алмаймыз ол уақытта. Финалды жалып көрсетпейді ме ол кезде? Жоқ қой, ол уақытта жаңалдегі кешке жақын ана Қыдырбек Рысбекұлының айтатыны бар. Біз телевизорды аңдып отырамыз. Кім жеңді? Әлі бер жағы ғой, әлі жаңалдегі полуфиналға да өтпеген уақыт қой. Ана бірінші бойдан кім жеңді? Енді ертең кім түседі? Соны ғана айтат, болды, бітті. Әлі Бекзат шықпайды, Бекзаттың аты жоқ. Ести алмаймыз ешқандай. Күнде күтеміз. Бір бой өтті, екінші бой келіп жатыр, Бекзат жоқ. Бәрі бір бойға түсіп қойды, ұтылғандарының бәрін жапа-тармағай айтып қойды, бәрі ұшып кетіп жатыр. Ай, ызмандамайды. Содан мен уайымдап, ойбай, мен балам ұтылып қалдым. Мана айтпайды, бұлар керек етпей қойды ма, ауылға қарай қайтарып жіберді ма деген ой келіп жатады ғой. Сөйтіп, анау ширек финал дейміз ғой, енді Полянимен түсетін уақыттан бір күн бұрын бірақ ызбандады ғой ұлым. Иә, түрікпен түсетін уақытта. Мама, мен ертең осындай неге шығам, жеңіп, Құдай қаласа Поляниді жеңемін дейді ғой. Уверен ғой, енді айта алмаймын мен ол балаға. Ол оның кім екенін мен түсінбеймін да ғой, білмеймін ғой. Сөйтсем оған мен мәз болам. Иә, оны мен білмеймін ғой кім екенін, енді оны білгенімді айтайын енді. Кім екенін білмеймін. Содан ертеңіне жаңағы айттым папасын, біз көре алмаймыз, оны өтіп кеткеннен кейін көрсетеді ана телевизордан. Соны ана папасы жұмыстан келген соң айтпаймын ба? Ойбай, ертең сол Полянимен түседі екен, братала Бекзат ширек финалға шығыпты. Полянимен деп қалды ол кісі. Иә, сен енді ол кісінің кім екенін білесің ба дейді маған. Ойбай, мен қайдан білейін десем, ойбой, ол үлкен жігіт, оның бұл жігіттері қолдарының бары мынандай, ол 28-ге шығып келе жатқан жігіт. Ой, бұрмай, енді қандай болады екен, менің балам әлі кішкентай деп уайым қылды ғой. Ол уайымдаған соң менің уайымдағанымды айтпаңыз сөз. Ана мен жасып қалғам жаңалдегі анау айтқаннан кейін. Оның тоқпағынан ұрып бір жерін майып қып қоятын болды ғой деп уайымдаймын ғой. Енді мен оның жеңілгенін айта алмаймын енді бұлайша.
сөйтіп біз қызық болғанбыз өзіміз үйде. Ертеңіне ұрып шықты ғой, бір ашкамен жегіп шықты ғой. Иә. Одан кейін енді финалында ұтып қойғаннан кейін бірақ көрдік. Ертеңін азында көрдік. Көрсетпейтін еді ғой, олар бізден 6 сағат бар разницасы бар, ойнап қояды, одан кейін барып бізге жетіп жататын еді ғой хабар. Бірақ біз түнде естіп қойдық, ойнағанда сол түнгі сағат 1:30-2-лердің уақытысында жаңалдегі бізге осы алғашқы тренері Нұрлан Жұмабаев как раз Алматыда екен. Ол уақытта анандай нелер, антендер ілуде, біреудің үйлерінде ғана болатын еді ғой біздің Түркістанда. Сөйтіп сол Алматыда отырып көрген, ана сояққа соң көруге бола барыпты ол. Сөйтіп сол бірінші рет бізден үшінші сұраған Нұрлан. Ай, аға, Бекзат жеңді, үшінші де бар жағында айқайлап жатыр телефонда. Иә. Сендерімізді де білмейміз, сенбесімізді де білмейміз. Одан кейін телефон жауып кетті ғой, енді бірінен кейін бірі звондап. Иә, түнде. Ертеңіне көрдік бойды. Өзі алдаған шығар енді чемпион болған. Ертеңін азында, таңертең звондады ғой. Жоқ, сол бойдан шыққаннан кейін звондады, айтпашы, сағат 3:30-да звондады. Одан оны не өйткен білмейміз ғой енді біз енді. Біз 1:30-да естіп қойды, 2-лерге жақын. Сон кейін оны кейін өзінен өкінен кейін естиміз ғой. Сон жағы бір не бар, анау кеше де айтып кетті сол Серік Төкеев. Сол кісі естідім ба айтып, бір кісі келіп өзінің аузынан ойбой құшақтап 2 қадам үлгердік дейді. Ана жеңіп кімді бүйтіп жалауды иығына салып шаршап тұр дейді. Әбден өзі де уже ана жеңдім ғой деп беріліп қойды дейді да. Енді діңкасы құрып тұр ғой. Сөйтіп біреуміз барып құшақтадық, одан кейін мен барып құшақтадым. Бетіне сүйіп те үлгермедім деді ғой. Екі жағынан бір екеуі келді дағыны Бекзатты 2 қолтығынан сүйреді да алды да кетті дейді. Таң қалдық та біз қалдық дейді. Не болды деген күйімізбен қалдық. Ана рингқа екінші түсетіндер шығып жатыр. Одан кейін бәріміз жүгіріп, соңынан жүгірдік. Сөйтсек ана не допингқа не алу, анализ алады екен ғой. Сонда сенбеген ғой енді. Мүмкін емес деп. Иә, мүмкін емес деген ғой. Өйткені ана күнді ешкім жеңе алмаған Қуарысты. Ол енді әлем чемпионы. Олимпиадаға қатысқан. Иә, сондай жігіт екен ғой енді. Қазір неде ютубта видеосы бар ғой. Сонда қалай отқанын көрсетеді ғой, керемет енді. Секіріп қашып ұрады. Сөйтіп ұрады ғой, шіркін-ай. Ерекше ғой, мен көріп отырам кейде, қазір көрем. Бұрын көремейтіндігім, өскенде қараймын. Баламның ойнағанынан, қазіргілердің ойнағанынан қарап отырам да, кейде ойымдап отырам, ой тоба, мына ойынның бәрі қайда кетті деп. Иә. Енді Бекзаттың атында осы Түркістан қаласында көше бар, спорт сарайлары бар. Жалпы басқа қалаларда Бекзаттың атына жасалып жатқан осындай еске қалдыру мақсатындағы шараларға жалпы көңіліңіз тола ма? Не жасалса деп ойлайсыз жалпы? Бұрын Шымкент облысы еді, Шымкенттің ғана жаңалдегі несін неған жоқ қой, жақсылығын көтерген жоқ қой ол енді. Мен ойлаймын, Бекзат күлді қазақ халқын дүниеге танытты ғой. Өзіміз жаңағыдегі шаршап, тай басып, енді ғана егеменді ел болып, енді ғана әлде сезініп па, сезінбей ма жатқан уақытымызда бұл бір қазақты бұлар керемет дүр сілкіндірді ғой, жүректерін кәдімгі қуанышқа кенелтіп, енді сол уақытта толған балдар, сол Бекзаттың уақытысында көрген адамдар, мысалға еңкейген қарттарменен кішкентай есін білетін балдарға дейін қуанды ғой енді да. Енді мен ойлаймын, бұл енді Бекзатқа не істесе де, не берсе де ол артықтық етпейді. Мысалға, басқа облыстарда, мысалға солтүстік Қазақстан дейміз, мысалға батыс Қазақстан дейміз, мысалға сол жақтарда да, мысалға енді Олимпиада чемпионы жылда шығып жатыр ғой. Жоқ деп айта алмаймын, мен айтап отырам, қуанамын мен. Жылда бір Олимпиада чемпионы шығады деп. Бірақ Бекзат, мен ойлаймын, бәрібір ерекше, оны ешкім жасырып, қымтап, бетін жауып қоя алмайды. Себебі Бекзат 20 жасында, небәрі 20 жасында өзін елінің, халқының
даңқын асырып әлемге паш етіп кеткен ол ғой. Бекзат өмірден өткенде бүкіл қазақ жоқтады. Оның ішінде сонау ауылдардан, елден қаншадам өлең жазды, қайғырды. Менің әкем Шынтемір Әмиша ұлы сол анау Қаратерең деген ауылдан, Арал теңіздің жағасындағы қарапайым мұғалім, сол Бекзатқа бір өлең шығарған. Мен соны оқып берсем. Бекзатым деп аталады. Қарағым-ай, Бекзатым, қарағым-ай, неге апшың тарылды дана құдай, таңдайы сәл түшініп келе жатса, ақ ұрғызып жаманат жарағы бай, неге аңырап қазағым қаладыдай, Бекзатым-ай, қалқам-ай, қарағым-ай. Ақ иық боп баптаған балапаның, асқақ татты әлемге ел атағын, қонды дағы жасың боп сусып түсті, мұнша тайғақ болар ма алақаның, мұнша тұщы болар ма дала қаның, топшысынан қайырылдау балапаның. Қарағым-ай, тіл өткен текті мекен, неден кеуілің беймезгіл етті секем, періштелер төрлеген пейішке әлде, пенделердің сұқтанған деп тіл өтер, бабаларың қасына ап кетті мекен, қош қарағым тербеткен текті мекен дейді. 10 қаңтар 2001 жыл жазылған, яғни Бекзаттан айырылған кезімізде жазылған өлең еді. Бекзатты күлді қазақ елі жоғалтып алды. Иә, бізбен қосылып жоғалтты, бізбен қосылып қайғырды, жылады, еңіреді. Мынандай сіздің папаңызға, әкеңізге мыңда бір рахмет айтамын мен. Маған өткен жолым ол кісінің несі келген, бізге көп береді, жазғандарын береді, кітаптарын береді, әйтеуір кітапшаларын, әндерін беріп жатады. Біз оның бәрін қаттап, мен сақтап қойғанмын, балам. Бәрі тор бізде. Бекзатқа деген жұрттың ықыласы, ыстық ықыласы, жүрегіне шыққан жырлары, өлеңдері, жазбалары, бәрі өте алтыннан да бізге қымбат, ардақты сақтап қойғанбыз. Рахмет айтамын мен. Менің тек қана айтатыным, енді жылдар өтіп жатады, өмір өзен, әйтеуір болса екен деп кейде айтамыз, біз пәндамыз ғой енді. Андай ана жақтан да берсе, мына жақ елдер сөйтіп Бекзатты ұмытпаса, мысалға өздерің сияқты тілшілер болмаса, Бекзатты ұмытып кетеді, халықтар анда-санда ойына салып қоймаса, ұмытыла бастаймыз ғой енді. Мысалға бір кезеңдер де болып қалады, кейде бір ренжіп те қалып жатамыз, өйткені пәндамыз балам. Мен оны айтып та қоям, кейбір кездерде айтылып та қалып жатқан уақыттары болған. Архивтерде шаң болып табылармыз деген бір ақын ағаларымыздың өлеңі бар еді деп те айтқан кездерім болған. Соғыса ұмытылып кетіп бара жатқан жоқ па дегендей де кездер болып жатады. Сол сияқты әйтеуір аты тұрса, сол елде қай болсын, мейлі ол шығысы болсын, батысы болсын, оңтүстік, солтүстігі болсын, біз қазақ еліміз ғой. Сөйтіп жатса, сол жақтағы ұлдарды осындай жақсы азаматтарына ұқсатып тәрбиелеп жатса, ол бүгінгі 20 ғасырдың соңы менен 21 ғасырдың қазіргі адамдардың көзімен көрген батыры ғой. Көз алдындағы батыры да көрді өздері. Сондықтан ойлаймын мен енді, мүмкін балалар кішкентай әйтеуір сондай болып өсе берсе, жақсы болса деген арман тілек, әйтпесем бердің, бермедің деген ешқандай не жоқ. Берсе ол үлкен кісілердің құлағына алтын сырға, берсе сол, мен ойлаймын, сол үлкен кісінің жүрегінде халқына деген сондай батыр, халқым деген ер азаматтарға деген жүрегіндегі патриоттық сезімі ол үлкен кісінің. Біз чиновник дейміз ғой енді, сол кісілердің сезімдері ол. Сол кісілердің сезімдері оянып, сондай ұлдарын, қыздарын сыйлап жатса, мыңда бір алғыс сол кісілерге деген тілек қана, тек қана жоғалып кетпесе екен деймін мен. Ол жалғыз Бекзат қана емес, мысалға небір азаматтар бар, азаматшалар бар елімізде, шығады, шыға береді, шығып жатыр. Соларды біз қадірлеп, қастерлей беруіміз керек сияқты да. Тек соған ғана айтылатын әңгімелер балам оның бәрі. Енді апа, Бекзаттың туған күні, бұл жалғыз айттым ғой жаңа, бұл отбасының ғана емес, бүкіл қазақтың баласына ортақ күн деп ойлаймын. Осы күнде көрерменге қандай өзіңіздің
балаңыздың туған күні деп тілек айтасыз? Бекзат өзі көктемдей жарқырап сол 4 сәуір күні дүниенің есігін ашты. Біз енді қазір міне 21 жыл биыл, Құдай қаласа. Жылда Бекзаттың туылған күнін ол өзі барда да, өзі дүниеден өткеннен кейін де, енді мен 96 жылдан бері деп айтайыншы, енді есептейік, 24 жыл болды деп айта аламын. 24 жылдың ішінде Бекзаттың бір туылған күні тойланбай қалған күні жоқ біздің өзіміздің отбасымызда. Мынандай жаңағыдегі Саттархановтар әулетінде, әкесі Сейілханның отбасында, шаңырағында бір күн тойланбай қалмайды. Біздің үйімізде дастархан жаюлы, ол күні достары келеді, жүрегінде Бекзаты бар, Бекзаттың бүгін туылған күні ғой деген ер кісілер, ер азаматтар, журналистер, тілшілер келеді. Сөйтіп сол дастарханнан дәм татып, Құран оқып, торттан ауыз тиіп, тілектерін айтып кетіп жатады. Ол әр жылда біздің есігіміз 4 сәуір күні ашық. Сосын 31 декабрь күні сағат 12-де жылда ол менің үйімде үрдіс деп айтамын. Бізге ол бермесе менің жүрегім ауырады. Мен ол күні Бекзатқа 12-де Құран оқытамын. Қайтқан күні оны 4-5-ке дейін жинап аламыз, әйтеуір келіндер үйде. Одан кейін барып біз жаңа жылды тойлаймыз жылда. Бала-шағамызбен қосылып, тілек айтып, жаңа жылдық. Бізде осындай үрдіс бар балам енді. Енді мен не айтамын енді? Менің ұлым деп айтамын енді, ол ана әке болмаса дүниеге қайдан келеді балам? Бекзат ол халықтың ұлы, елдің ұлы, алталаштың ұлы. Мен оны солай атаймын. Бұл балам дүниеден өтіп кетті ғой енді. Алды өзіне пейіш болсын деп айтамын. Артындағыларына арты жақсылық болсын, Құдай қаласа. Артындағы мына өсіп келе жатқан ұрпақтарымыз, елімізге, жерімізге, қазақ елімізге Құдай амандық берсін, тыныштық берсін. Әр кім, әр балаларының туылған күндерін көз алдарында, кең дастарханда күліп ойнап, қарсы ала берсін. Бекзатша тәрбиелесе деп ойлаймын. Бекзаттай болып өссе балалар өте керемет, жақсы ұлдар, қыздар тәрбиеленеді. Тәртіпті болып, иманды болып, жақсы оқып, елдің бір жақсы азаматтары, азаматшалары болып тәрбиеленіп, халқына, еліне аянбай Бекзатша қызмет етсе деп тілеймін. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, Бекзаттай ұлдар көп болсын, алтын құрсақты аналарымыз көбейе берсін. Мынау елімізге келіп жатқан бір кішкентай, қазір бұл өзі бір айтпасқа да болмай қалды, бұл бір керемет ауыртпалықта келіп жатыр елге. Бұл уақытша нәрселер шығар, Құдай қаласа. Бұның бәрі бір күні кетіп қалады, Құдай қаласа, кетіп қалсын, бірақ адамның кен пейілін алмас екен дейміз. Нанымыз көп болсын, еліміз тыныш болсын, әрдайым жақсылық болсын, ынтымақ болсын елімізде. Не айтам, денсаулық болсын. Сүргүл апа, рахмет сізге тағы да. Айтамын, арнайылап келгенде бірден келісіп, уақытыңызды бөліп, осы балаңыз туралы, бүкіл елдің баласы туралы жақсы, қызық әңгіме айтып бердіңіз. Өте бір әсерлі әңгіме, әр қазақтың баласы тыңдаса, бұдан ешқандай ұтылмайды деп ойлаймын. Сіз әрқашан деніңіз сау болсын, Бекзаттай батырын бүкіл қазақ ұмытпасын.